Ал бүгінгі бізде қонақта Исақұл Диас біздің мінекей. Ассалаумағалейкум. Исақұл Диас өзіміздің бауырымыз, досымыз, атақты көкпаршы. Және міне жалпы идеясы қалай? Және мысалы мына атын жазыңыз, жазасыз, салмағыңыз жазасыз, бойыңыз жазасыз, бос уақытыңызды, жаңағы гендеріңізді бәрін жазасыз. Гендер болғанда еркек әйел бар бұл жақта. Сосын мына жаңа әдеттер қосаласыз. Яғни қазіргі таңда жақсы әдеттерді дамыту өте қиыншылық тудырып жатыр көп адамдарға. Сондықтан өте актуалды мәселе негізі. Осы мәселені қолға алып отқаныңызға мен бірінші ризамын. Адам деген өз даму үстінде жүру керек қой. Осындай сіздерде бір өз мемлекетімізге үлесін қосып кішкене осындай актуалды мәселені ортаға шығарып отқандарыңызға үлкен алғысымды білдірмейін біріншіден. Екіншіден жобаңызды ары қарай дами берсін, көтеріле берсін. Интерфейсі қалай сізге? Так, дизайны өте тамаша. Әлеуметтік желілерге де іспеттес келеді. Яғни міне өзіңіздің профиліңіз болады бұл жерде, міне жазылып тұрады. Міне мысалы мына жақта міне тренировканың суретін көрсетіп жүрміз. Міне гантельдің суреті тұр. Яғни гантельдің суреті, яғни сіз өзіңіздің мысалы салмақ көтеру керек деген мақсат қойдыңыз, допустим, 60-тан 70-ке деп. Міне жақта жазылып тұрады қанша процент орындалды. Және мына жақта міне кітаптың суреті тұр. Кітаптың суреті тұрады, қандай кітап оқып жатқаныңыз, қанша бетін оқыдыңыз, бәрі жазылып тұрады, достарыңызбен бөлісе аласыз. Яғни осындай приложение жасап жатырмыз қазір. Міне календар болады, міне ыңғайлы. Календарда тұрады, күніге қандай нәрсе істеп жатсыз. Сосын мына жақта міне достижениялар болады. Яғни міне 30 күн бойы бөлмей, 30 күн бойы. Осы негізі дизайн жайлы айта кетсем, өте қарапайым стильде, минималистік. Қанша дегенменде ойды бұзатын нәрселер жоқ, яғни сол ұнады маған. Және өте көп функциясы мықты екен, күшті екен. Енді бір конкурс мәселесін шешсеңіздер, ары қарай да бір мысалы бір белгілі бір 30 күнді қатарынан ұстаған адамдарға бір ақшалай сыйлық ретінде ойнатып, күшті мотивация істесеңіздер. Подписка ойнатып. Күшті, жақсы екен. Идеяларыңыз ұнады. Осы жобаны жүзеге асырған кезде ең бірінші маған айтсаңыздар, осы жобамен жұмыс істесем деймін. Болды, сізге рахмет, Диас, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар, көзқарақты көрермен. Здравствуйте, соотечественники. Группники, сегодня мы берем интервью, точнее мы разработали шаблон нашего приложения, и мы сегодня будем узнавать, что думают люди, что думают другие люди об этом. И у нас в гостях сегодня Асхат. Поздравляйте. Дорогие друзья, здравия желаю. Сегодня у нас стоит программа Habits Tracker. Будем разбирать. Я буду объяснять, ты просто поздравляйся, брат. Здравия желаю. Так, Асхат, смотри, мы разрабатываем приложение для развития полезных привычек. И здесь у нас шаблон, дизайн этого приложения. Приложение еще не готово, мы просто хотели узнать ваше мнение. То есть, что делает наше приложение? Наше приложение развивает разные полезные привычки, такие как тренировки, чтение книг, там, изучение языков, туда-сюда, короче. И это в формате социальных сетей. То есть у вас будет свой профиль, ваши друзья все будут видеть, как вы развиваетесь, вы будете видеть, как они развиваются. Поэтому вот, что думаете про это приложение? Примерно, можете на самом деле вы разрабатывали это в 24 году нашего века. И на самом деле я пробовал демо-версию. Демо-версия была хорошая. Но тут еще и появилась дисплей. То есть тут можно наблюдать наш профиль, сколько мы сделали. И тут дизайн на самом деле более лучше, чем в прошлом году. Можно даже других... Вопрос. Ага. Вы использовали подобное приложение в своей жизни вообще? На самом деле нет. На самом деле нет. Почему? Причина какая у вас? Ну вот я хотел первый раз попробовать. В 2024 году у вас демо-версия была, я его попробовал. У нас не было демо-версии. Была же она? Нет, брат. Или это другой был? Короче, вы же пользовались, да? Пробовали? Да, я пробовал демо-версию. Пробовали. Еще что вам не понравилось в таких вот подобных приложениях? Мне понравилось то, что там все было красное. Я просто не привычка человек. То есть интерфейс какой был там? Интерфейс был хороший. Ну, из-за того, что это была демо-версия, она была не очень приятная, как это, например. Даже на листке она выглядит как
искусства. Вот с этой стороны тоже есть, можете показать. Он, Что думаете об этом проекте в целом? Расскажите, пожалуйста. тут я очень люблю жанр, литературный РПГ жанр. Там показывается каждый элемент, как, например, сила, интеллект, выносливость. И тут все это присутствует. Например, вот сила, интеллект и выносливость. Это очень классно, еще если еще добавите левелы, уровни для каждого. Да, мы уже вот здесь вот. Мгм. Вот здесь вот. Вот. Тогда это вообще отлично. Одобряю. Все, спасибо за ваше мнение. Будете пользоваться. Вы будете вторым пользователем, потому что первый уже у нас есть. Этот, я его знаю, по-моему, он как бариста. Да, он как бы есть. Да. Если что, с ним буду Известный всем, соревноваться. Да. Хорошо, спасибо за отзыв. Асхат. Вам спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, бізде Ернұр Мырза бүгін қонақта. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Так, біздің проектке байланысты мнениеңіз, яғни біздің проекттің дизайнына байланысты ең бірінші бізде жалпы бұл тіркелім бұл жерге маңызды емес, қатты келесі. Сіздерде не программа жалпы? Түсіндіре келесі. Біздің программа жалпы адамдардың әдеттерін қалыптастыруға және оны жетілдіруге көмектесетін бағдарлама. Вау. Енді Amazing. баға әлі берудің керегі жоқ, сізден ешкім ештеңе сұраған жоқ. Енді бетіме тығып жібермесеңіз камераны. Міне. Басы қаяқта еді мына? Міне басы. Сіз ең бірінші тіркеліп болғаннан кейін мына жерге өз қалай айтсам болады, данныйларыңызды енгізесіз. Бұл сіз үшін қаншалықты конфиденциалды және конфиденциалды емес. Мен ба? Ешкім көрмейді ма оны? Ешкім көрмейді, бірақ сіз енгізуге дайынсыз ба? Иә, әрине. Аха. Если ол маған кейін болашақта Ол көмектессе. сізге міндетті түрде көмектеседі, біз оған уәде береміз. Келесі. Бұл сіздің профиліңіз, осы бейнеде көрінетін болады. Яғни мұнда Әдемі сурет қойсам болады үшін, иә? міндетті түрде. Мұнда сіз қалаған сөздер және сіз таңдаған жаттығулар болады. Сіз дәлірек сіз таңдаған әдеттер. Осылардың осылай тұрғаны сізге ыңғайлы ма? Профилінде ма? Профиліңізде осылай тұрғаны сіз үшін ыңғайлы ма? Яғни мен профилі өз нәтижемді көремін олар үшін, Иә, өз нәтижеңізді көре аласыз. Әдемі. Сіз және де профиліңізді жабық режимде сақтауыңызға болады, яғни оны ешкім көре алмауы да мүмкін. Окей. Және сізге берілген мынау режим, сіз соны қаншалықты орындағаныңыз мұнда көрінеді. Сізге бұл ыңғайлы ма? Типа календар ретінде. Иә, календар ретінде, және бұның типтері болады, біз оны әлі қосамыз. Ал осы түрі сізге ұнайды ма? Мен жоқ дей алмаймын. Мен әдемі керек, иә? Жоқ, бәрібір. Бәрібір болғанда алай, пофиг қой, иә. Айта берсеңіз болады. Ұнайды. Және келесі. Мұнда сіздің жету керек жетістіктеріңіздің мөлшері. Яғни сіз 100%-ке жету керексіз. Сіз мұнда қанша процент болғаныңыз көрінеді? Шынымен де мынау керемет ойлап алған ше. Көріп, керемет ойлап болған. Мен андай мотивация аламын да, типа 100%-ға жету жолында 99 болып қалса, так жетіп сайын деген секілді ше. Сол жер күшті екен. Жақсы, рахмет. Так. Сіз істедіңіз ғой, әлі басып келіп алған. Ол камера ұстап тұратын естіп басқа. Жақсы, сіздермен бірге болған мен Жантас Нұрасыл және кім пацан? Нартай Аралбай. Нартай Аралбай. Жақсы, сау болыңыздар.